бақытты болу үшін бай болу керек емес. Үй, көлік, сұлулық та жеткіліксіз. Кейбір адамдардың бәрі бар, бірақ бәрі бақытсыз. Неге? Себебі олардың ойлау тәсілі қате. Бүгін мен саған адамды бақытсыз ететін 10 ойлау қателігін айтамын. Соңына дейін көр, сен өзіңді тануың мүмкін. Ең бірінші, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бірінші, бәрі мен ойлағандай болуы керек. Өмір сенің жоспарыңа қарап жүрмейді. Олай болмау керек еді деп ашулану, өзіңді жою. Икемді бол, қабылдауды үйрен. Екінші, мен бәрін бақылауым керек. Барлығын бақылауға тырысқан сайын стресс көбейеді. Шындық, кейбір нәрселер сенің қолыңда емес. Босат, бостандық бақыттың кілті. Үшінші, басқалар мені түсінуі керек. Ешкім сенің ішкі ойыңды оқымайды. Мәселе айтуда емес, ренжуде. Ашық сөйлесуді үйрен. Төртінші, мен идеал болуым керек. Қателік ұят емес, ол өсу. Идеал адам жоқ, тек шаршаған адамдар бар. Өзіңді қинама. Бесінші, бәрімен салыстырамын. Салыстыру өз құныңды өлтіру. Әр адамның жолы басқа. Бүгінгі өзіңді кешегі өзіңмен салыстыр. Алтыншы, мені бәрі жақсы көруі керек. Барлығына жағамын деген өзіңді жоғалту. Сені бәрі жақсы көре алмайды. Бұл норма. Жетінші, кейін, ертең, бір күні. Кейінге қалдыру бақытты да кейінге қалдыру. Өмір қазір, бастау қазір. Сегізінші, мен бақытты болу үшін ақша, еркек, идеал дене керек. Бақыт нәтиже емес, бақыт процесс. Күтпей бүгін ләззат ал. Тоғызыншы, менің қолымнан келмейді. Бұл ой емес, бұл сенім. Сенім шындықты қалыптастырады. Қалай жасай аламын деп сұра. Оныншы, басқалар кінәлі. Өміріңнің жауапкершілігін басқаға беру, өз бақытыңнан бас тарту. Бәрі сенен басталады. Бақытсыздық тағдыр емес, бұл ойлау жүйесі. Ойыңды өзгертсең, өмірің өзгереді. Сен бақытқа лайықсың. Сенің өмірің маңызды. Бүгіннен бастап ойыңды өз пайдаңа жұмыс істет. Егер осы видеоны соңына дейін көрген болсаң, сен өзгеруге дайынсың. Лайк басып, пікір қалдыр. Келесі видеода бақытты ететін 10 ойлау тәсілі туралы айтатын болам.